алғысы келеді ғой. Немесе жұмыстан келгенде өз плейлистін тыңдап шыққанды өте қатты жақсы көреді. Бірақ кейбір адамдар құлағына құлаққап киіп, көліктің келгенін де байқамай қалады. Сондықтан музыканы тыңдағанда мөлшермен тыңдаған дұрыс. Мені қазір түсінеді. Өмірлеріңізде бір рет болсын менен рецепт қарап көрдіңіздер ме? Ой, қайдағы бір рет? Кекс, пирог, салат, пицца. Бәрін өздеріңіз ойлап таппайсыздар ғой. Ал ерлер қауымы ше, үйдегі майда шүйденің бәріне кран бұзылса, көлікке бір нәрсе болса, ютубқа жүгіретіндеріңіз өтірік емес. Әрине солай. Менен басқа еш жерде 10 минуттық, жарты сағаттық, 10 сағаттық видеоларды ешқай жерден көре алмайсыздар. Бірақ осы видеоларды көрем деп, адамдар өздерінің көру қабілетінен айырылып жатыр. Бірақ мені жастар таниды ғой, солай емес пе? Тіпті міне сіздердің 4-5 жасар балаларыңыз мені қарайды. Білесіздер ме, менің әлеуметтік бағдарламаға деген зияным өте көп. Мысалға айтатын болса, біріншіден адамдар маған тәуелді болып қалады, ал екіншіден адамдар мені қолданамын деп алтын уақыттарын зая кетіреді. Ал үшіншіден адамдар дайын музыка, дайын видео үйреніп алады. Сондықтан алтын уақытта